Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы құжатты баспаға дайындау. Сабақтың оқытудағы мақсаттары: құжатты баспаға дайындау, құжатқа құпия сөз орнату. Бүгінгі сабақта біз үйренеміз, жобаны баспаға дайындаймыз және шығару алгоритмдерін білетін боламыз. Біз құжатты Word бағдарламасында әзірлейтін боламыз. Word бағдарламасында парақтың параметрлерін ауыстыру үшін беттің орналасуы деген бөлімге барамыз. Осы жерден біз бағдар таңбасын басамыз. Бағдар арқылы біз жасалынып жатқан құжатты кітап күйінде немесе альбом түрінде өзгерте алатын боламыз. Кітап түрінде таңдайтын болсақ, біздің парағымыз кітап түрінде өзгеретін болады. Альбом түрінде таңдайтын болсақ, біздің парағымыз альбом түрінде ұсынылатын болады. Біздің қандай да бір баспаға құжатты дайындау кезінде бізге нақтыланған оң жағынан, сол жағынан, үстіңгі жағынан, астыңғы жағынан бізге керекті параметрлер ұсынылатын болады. Яғни қаншалықты алшақ тұру сантиметрлері көрсетілетін болады. Біз бұны өзгерту үшін беттің орналасуы бөлімінен жиек батырмасын басатын боламыз. Бұл жерде бізде арнайы параметрлер көрсетіледі. Егер де ол параметрлерден өзге параметрлер бізге қою керек болатын болса, онда біз мына жиек қою батырмасын басамыз. Осы жерден өзімізге қажетті жиек батырмаларын қоя аламыз. Мәселен, біз таңдайық. Үстіңгі жағы 1 см, астыңғы жағы 1 см, оң жағы 1 см делік, оң жағы 1 см, сол жағы да 1 см болады. Және окей батырмасын басатын боламыз. Код тұрғандай бізде параметрлер өзгерді. Енді біздің жасап жатқан құжатымыздың шекараларын орнатуға болады. Ол үшін беттің орналасуы бөліміне кіреміз және беттің шекарасы атты батырманы басамыз. Осы жерден бізге қажетті рамка орналастыруымызға болады. Рамка бізде тік сызық болуы мүмкін, немесе үзінді сызықтармен көрсетілуі мүмкін. Астыңғы жерде бізде түс берілген. Біз кез келген рамканы таңдалған кезде бізге автоматты тұрғыда қара түспен ұсынылатын болады. Және біз бұны түрлі түстерді осы батырма арқылы ауыстыра алатын боламыз. Және осы сызығымызды қалыңдата да аламыз. Яғни жіңішкеден қалыңдатамыз, немесе жіңішкертуге де болады. Және сурет қоюға болады. Суретті қою үшін, мысалы, біз қазір жұлдызша суретті таңдалық және құжатымызға қойып көрейік. Окей батырмасын басамыз. Жұлдызша рамкасы бізде қойылды. Құжатты баспаға жіберу үшін біз файл батырмасын басамыз және печать батырмасын басатын боламыз. Печатьқа жіберместен бұрын біз алдын ала өзіміздің шығатын қағазымызды көріп алуымыз керек. Сондықтан мына батырманы басамыз. Яғни біздің қағазға шыққан кезде құжатымыздың түрі осылай болады. Енді оны біз баспаға шығаруға жібереміз. Алдымызда мынандай терезе пайда болады. Бірінші қай принтерден біздікі шығады, керек принтерімізді таңдап аламыз. Және бізде барлық парақтарды шығаруымыз керек болса, онда все деген жерге галочка қоямыз. Егер де біздің ағымдағы парақ, яғни меңзеріміз тұрған жердегі парақ қана шығару керек болатын болса, онда астындағы ағымдағы парақ деген бөлімді таңдайтын боламыз. Немесе осы парақтардың ішінен өзімізге кейбір ғана керек парақтарды ғана шығару керек болатын болса, онда номер батырмасына басамыз. Яғни бізде мысалға 1-ші және 4-ші ғана парақ шығару керек болатын болса, біз 1 және үтір таңбасын қоятын боламыз. Үтір 4-ші парақ. Яғни біз керек парақтарды жазған кезде үтір таңбасын қоя алатын боламыз. Және керек қағаздың көшірмесін жасау болады. Мысалға, бізге 2 керек болса, біз 2-ді белгілейміз, ал тек қана 1 керек болса, онда 1 белгісін қоятын боламыз.
Және де бір бетке біз бір ғана страницаны шығара алуымызға болады, немесе одан да көп, мысалы 2-4 страница шығаруымызға болады. Біз осы жерден таңдайтын боламыз. Және окей батырмасын басамыз. Енді дәптерімізге сабаққа байланысты шағын конспектіні жазып алайық. Яғни бұл жерде бізде параметрлерін ауыстыру алгоритмдері көрсетілген. Құжатты баспаға шығару алгоритмдерін, осының бәрін дәптерімізге түсіріп аламыз. Және тапсырма. Мына бізде сөйлемдер берілген, және де сөйлемдер ішінде бос жерлер белгіленген. Осы жерге көмекші сөздер ағымдағы, печать, санын, үтір деген 4 көмекші сөздер қай жерге қойылуы тиіс, бірге жазатын боламыз. Яғни дәптерге сөйлемді көмекші сөздермен толықтырып жазамыз. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.